Инстаграмдағы алаяқ 6-шы бөлім. Ақша қайтарылмайды. Келген адамдармен дұрыстап сөйлесуіңіз керек еді. Алдап, арбап, іш бауырына кіріп дегендей. Күйеулеріңізбен ұрсысқанда сөздің неше түрін табасыздар. Ал алдарыңызға клиент келіп тұрғанда не айтам деп бет моншақтарыңыз үзіле қалады екен. Беріңіз, уәде беріңіз. Өзіңізде не бар, соны беріңіз. Осы инстаграммен байып жатырмын дейіңіз. Жақсы жерлерге барып, суретке, видеоға түсіңіз, деді Маржан. Не? Мен сонда адамдарды алдауым керек пе? Басымда 2 кредит, қалтамда 0 теңге болса, мен қалай байып жатырмын деп айтамын, деп шыр-пыр болды Сымбат. Сізде қызық екенсіз. Олай отыра берсеңіз, кредитіңізді ешкім төлеп бермейді. Мына заманда ақшаны солай таппасаңыз, басқалай таба алмайсыз. Сізге жаным ашып, құпияның бәрін айтып отырмын, деді Маржан. Жаным ашып дейді. Сонда сіз бізді де алдағансыз ғой. Қаншама адам сіздің бір ауыз сөзіңізге сеніп келді. Бәрін алаяқтыққа үйретіп отырсыз. Олай байымай-ақ қойдым, деді Сымбат. Өзіңіз біліңіз. Егер мен айтқандай жасайтын болсаңыз, кредит бер жағы, үй, машина алып, мен секілді жағдайыңызды жасап аласыз, деді Маржан. Адамдардың көз жасымен келген дүние мал болмас. Мен бұл жолды таңдамаймын. Сіз ақпай беріңіз. Мен ойыннан шықтым. Бірақ ақшамды қайтарыңыз. Болмаса сотқа дейін барам, деді Сымбат. Маржан мырс етті. Сіздейлердің талайын көргем. Сотқа сүйресеңіз, өзіңіз жеңілесіз. Менің ештеңем кетпейді, деді міз бақпай. Не деген бетін тілсе, қан шықпайтын адам едіңіз. Масқара ғой мұнау. Біздің елде сіздей алаяқтарға тоқтау болмай тұрғаны өкінішті. Заң алдында жауап бермесеңіз де, ар алдында жауап беретініңіз анық. Бірақ ол нәрсе, ар деген нәрсе сізде болса әрине, деді Сымбат. Мені таразылайтын сіз емессіз. Менің өзімнің Аллам бар. Ал сіздің жолыңыз болсын. Отырған былығыңызға батып, отыра беріңіз, деді Маржан. Менің былығым түк емес сіздікіне қарағанда. Өмір ақшамен өлшенбейді. Ақшадан басқа адами құндылықтар болады. Бірақ оған сіздің түкіргеніңіз бар шығар, деді Сымбат. Маржан телефонды тастай салды. Нағыз алаяқтың дәл өзі. Бұндайлар адамның сеніміне кіріп, миын улап, гипноздың небір тәсілін қолданады.